Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім десем болады, каналымның жазылушылары. Сіздермен бірге біз бүгін NCLayer бағдарламасын бірге компьютерімізге орнататын боламыз. Компьютерімізге, яғни болмаса ноутбугімізге. Ол үшін мына браузердің жоғарғы жағында адрес жазатын жерге ағылшынша pki.gov.kz деп жазасыздар, менімен бірге жазып отырыңыздар. Enter'ді басамыз, яғни бұл мемлекеттік сайт. Біз осы мемлекеттік сайттан NCLayer бағдарламасын қазір өзімізге орнататын боламыз. Егерде басты бет сіздерге ең басында орыс тілінде ашылған болатын болса, мына жерде қазақшаға аударып алсаңыз болады. Менде бірден қазақшаға ауысады, өйткені біледі мен ылғи да қазақ тілінде ашатынымды. Енді ашылғаннан кейін сәл төменірек түсетін болатын болсаңыздар, міне мұн жағында өзі NCLayer деген жазуды көріп тұрсыздар, міне сол жағында. Яғни бізге керек осы. Осыған басамыз, осы жаққа өтеміз біз. Келесі ашылған бетте мына жазылған ақпараттарды бір қарап шықсаңыздар болады өздеріңіз үшін. Қандай талаптар қойылады, не болу керек, қандай сипаттамасы бар. Яғни мен қазір осы видеода айтпаған ақпараттардың барлығы түгел осы жазбаның ішінде барлығы бар. Одан бөлек мына жерде қарасаңыздар, пайдаланушының компьютеріне қойылатын ең аз талаптар, яғни ең кем дегенде не болу керек, сол туралы ақпарат жазылған. Мысалы, браузер Internet Explorer болу керек дейді, Firefox, Opera, яғни қандай браузер болу керек, және операциялық жүйе қандай болу керек дейді. Windows, Linux дейді, OS, яғни осы жүйелердің біреуі болу керек. Енді төменгі жақтарында сол жүйелердің, яғни әр жүйенің өзіне арналған жаңағы NCLayer қосымшасы бар екен, бағдарламасы. Мысалы қараңыз, бірінші 32 биттік Windows үшін NCLayer, 64 биттік Windows үшін NCLayer. Яғни сіздің егерде компьютеріңіздің операциялық жүйесі Windows болатын болса, онда осы екеуінің біреуі болу керек, не 32, не 64. Оны білу үшін панель управленияға, компьютеріңіздің өзінің панель управлениясына кіресіз да, система деген бастырмаға бассаңыз, соның ішінде көресіз, сіздікі қайсысы екендігін. Менікі нақты мына 64 биттік Windows үшін деген. Мен осыған басамын. Кішкене сәл күте тұрамыз. Өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік порталдар жаңағы жылдам жұмыс істей қоймайды. Бірақ десе де қазір міне жүктеліп жатыр. Сәл күте тұру керек. Осы уақытта мына жазбалардың барлығын оқып шықсаңыздар болады. Осы уақытты пайдаланып айта кетейін. Менің видеомның астына комментарий қалдырыңыздар. Қандай келесі жолы, қандай тақырыпқа, қандай мәселеге байланысты видео түсіргенімді қалайсыз. Одан кейін лайк басуды ұмытпаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Одан бөлек, егерде кімге бұл видео қажет деп тапсаңыз, сол адамға менің видеомды жіберсеңіз болады. Мен бұл жерде байқамай 2 рет басып қойыппын, біреуін атмене жасайын. Міне қазір орнатылып жатыр. 40 секундтай уақыт қалды. Басқа айтатын не? Менің каналымда әрқашанда осындай жаңағы танымды, пайдалы видеолар жүктелініп отыратын болады. Әрине қазақ тілінде, сіздердің тілдеріңізде түсірілетін болады. Одан бөлек, білесіздер, NCLayer бағдарламасы не үшін керек екенін, яғни YouGovпен жұмыс істеу үшін, мысалы ECP кілтін алу үшін сізден қойылатын үш талап бар. Ол біреуі веб-камера болу керек, осы NCLayer бағдарламасы қосылған болу керек, және сіздің мобильдік нөміріңіз, телефон нөміріңіз мобильдік азаматтар базасында тіркелу болу керек. Сол үш талаптың біреуі осы NCLayer. Енді міне бізге қазір не қойылды. Мен жаңағы неге 2 рет басамын. Басу арқылы мен қазір осы бағдарламаны ашамын. Міне мынандай болып ашылады. Ары қарай мына далее деген батырманы басамыз. Осы арқылы мен қазір бағдарламаны орнатуға бет алдым. Қазір орнатылып жатыр NCLayer бағдарламасы. Түкте қиын емес. Қазір төменгі жағынан осы NCLayer бағдарламасы орнатылғандығы жайында ақпарат шығады. Әлі орнатылып болған жоқ. Міне запущено дейді, яғни іске қосылды дейді. Бұны үшбұрышқа басып
бассаңыз, мына ішінде міне NCLR-дың эмблемасы мынандай болады. Міне соған оң жақ мышканың, яғни мышканың оң жағын басып, управление модулями дегенді бассаңыз, мынандай не шығады. Сол кезде міне қарасаңыз, міне NCLR установлен да деп тұр. Яғни бізде NCLR бағдарламасы сонымен іске қосылды деген сөз. Енді ары қарай сіз жұмыс істей берсеңіз болады. Бірақ мен сіздерге бір айта кететін дүние, жұмыс істеместен бұрын компьютеріңізді бір рет перезагружать етіп жіберіңіз, одан кейін барып жұмыс істесеңіз болады. Осымен бүгінгі видео тамам. Лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Видеоны бар өзіңізге кімге керек деп ойлайсыз, сол адамдарға таратыңыз. Келесі видеода жолыққанша сау, саламат болыңыздар.